Сәлем достар. Бүгін болса 7-ші тапсырма қазақ әдебиетін түсіріп отырмын уже. Міне 7-ші тапсырма берілген шығармадан үзінді ала отырып, оны ақтарма санын ажыратып, дәптеріңе сызба жасап түсіндіріңдер. Міне мен жасап қойғам. Міне мында 7 буын, мында да 7 буын. Мында почти бәрі 7 буын, мынау просто 6 буын, мынау да 6 буын. Жерде бәрі 2 буынақтан. 2 буынақ. Сөздердің бәрі 2 буынақтан міне. Болды. 11 тармақ. Мынау асанас пен анафора, мынау аллитерация мен эпифора болады. Және міне тар заман мен зар заман деген ол эпитет болады. Вот. Болды. Сонымен видео аяқталды. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока.